Кеше және бүгін осы министрлік бастаған делегация Еуропа елдеріне сапармен жүр. Жалпы делегация құрамында мемлекеттік мекемелердің және көлік саласындағы жеке мекемелердің 80-нен астам делегаты бар. Қазақстаннан кеше үлкен іс-шара болды. Ол мына Еуроодақ пен орталық Азия елдерінің арасындағы көлік саласындағы жаңа ынтымақтастық туралы. Оның шеңберінде біз бірнеше осы Еурокомиссар, көлік саласында Еурокомиссармен кездестік, және осы Еурокомиссияның президентінің орынбасарымен кездестік, және оған қоса Румыния, Бельгия сияқты елдердің, Латвия елдерінің тиісті көлік саласындағы министрлермен және премьер-министр орынбасарларымен тиісті келіссөздер жүргіздік. Бірнеше келісімшарттарға қол қойдық. Оның ішінде осы Қазақстанға Еуропалық инвестициялық банктың қаржыландыру тетіктерін енгізу бойынша келісімшарттарға қол қойдық. Жалпы іс-шара барысында ең басты мәселе біз өзіміздің көлік саладағы инвестициялық мүмкіндіктерімізді сондағы жиналған еуропалық ірі көлік саласындағы кәсіпорындарға және инвесторларға көрсеттік. Оның ішінде әрине басты мақсат осы транскаспийлік көліктік дәлізіне қойылды, және осы көліктік дәліздің қазіргі мүмкіндіктерін талқыладық. Осы басты мақсат кешегі Брюссельде болған іс-шара шеңберінде арнайы Қазақстанға арналған сессия өтті. Онда бүкіл осы еуропалық кәсіпорындарға, инвесторларға бүкіл барша мүмкіндігімізді, яғни мына жол құрылыс саласында кімдер керек, Қазақстанға қандай инвестиция қажет, мына авиация саласында, оған қоса мына темір жол саласына қажетті инвестициялар атап өттік. Жалпы біздің басты атап өткеніміз осы көлік саласына 40 миллиард евро жақын инвестиция қажет болады, және олар үшін біз әлемнің ең ірі компанияларын шақырып отырғанымызды атап өттік. Бүгін осы делегация әрі қарай Нидерландқа келді. Таңертең мұнда 2 кездесу өткіздік. Осы Еуропадағы ең үлкен порт болып табылатын Роттердам портының басшыларымен кездестік, және оның мүмкіндіктерін қарастырдық. Ондағы бізге ең талқылаған қызық мәселелердің бірі ана жасыл сутегін тасымалдау, яғни осыны Еуропадағы Роттердамның портына жеткізу мәселесі. Ол бойынша білесіздер, ірі Қазақстанда жоба іске асырылып жатыр. Ол бірінші. Екіншісі APM Terminals деген әлемдегі ең ірі компания бар. Ол жаңағыдай оның өзінің тағы да еншілес компаниясы болып табылатын Майерс деген компания бар. Ол тасымалдаумен айналысады. Осы компанияны бізде Ақтау және Қорық порттарын басқару тәсілдерін бірге әрі қарай дамыту мәселесін талқыладық, және сондағы еуропалық жүктерді осы транскаспийлік көлік дәлізі арқылы жүргізу мәселесін талқыладық. Осы 2 мәселе талқыланды. Ал қазір және тағы да бір Қазақстанға арналған арнайы стратегиялық панель өтіп жатыр. Онда біз көрсетіп жатқанымыз тағы да осы көліктік саладағы инвестициялық мүмкіндіктерін көрсетіп жатырмыз. Бірінші, ал екінші, мына алдағы бізде 5 жылдың ішінде 4700-ден астам шақырым жолдардың құрылысы жүргізілетін болады, және тағы да осындай 4700 шақырым жолдарда жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. Оған біз едәуір қаржы тартып отырмыз. Ол жаңағы әлемдік даму банкінің қаржыландыру арқылы, Еуропалық даму және қайта құру банктерінің қаржыландыру тетіктері арқылы сол жобаларды іске асырайын деп отырмыз, және осында көрсетіп отырғанымыз солардың құрылысына Еуропаның ірі компанияларын тартамыз ба деген ойымыз бар. Яғни сол компаниялар жаңа технологияны, жаңа материалдарды енгізе отырып, ең бастысы сапалы жолға сапалы жол салатын ірі компанияларды тарту мәселесін талқыладық, және сондағы өзіміздің алдағы ірі жобаларымыз баршасын көрсеттік, және жол саласындағы Германиядан, осы Нидерландиядан, тағы да Бельгиядан келген басқа кәсіпорындармен осы жақта арнайы келіссөздер жүргізіп отырмыз.